Бүгінгі видеомыз түймедақ шайының пайдасы жайында болмақ. Түймедақтың құрамында бактерияға қарсы әсері бар флавоноидтар мен азулендер бар. Сондықтан түймедақ шайы цистит пен генитурарлық жүйенің ауруларына, пиелонефритке қарсы профилактикалық және емді құрал ретінде жақсы. Ол мигреннен арылтады, холестерин мен қандағы қантты төмендетеді, жүрек бұлшықетін күшейтеді. Түймедақ шайы диетадағы адамдарға пайдалы, себебі ол токсиндерді кетіреді және дененің қорғаныш функцияларын қамтиды. Оны жеткіліксіз тамақтану арқылы әлсіретуге болады. Сусын құрамында никотин қышқылының жоғары мөлшері бар. Оның жетіспеушілігі депрессия мен күшті жоғалтуға келеді. Түймедақ шайы бауыр мен өт қабын тазартқыш ретінде қолданылады. Бірақ үлкен мөлшерде дәрі ретінде оны кеңес бергеннен кейін және дәрігердің бақылауымен ішу керек. Ромашка шайын ішу немесе түймедақ қосылған ванна қабылдау мазасыздық пен стресс азайтудың тексерілген тәсілі. Түймедақ шайы ұйқының бұзылуы мен ұйқысыздықты емдейді, тыныштандырады. Бір кесе түймедақ шайы етеккір кезінде ауырсынулар мен диареяны басады, жүрек айнуы мен қысуды азайтады. Ол асқазан жарасын тудыратын бактериялардың көбеюін тежейді. Балдың да осындай қасиеті бар. Шайға бал қосып ішсеңіз, жара жылдам жазылады. Емдік әсері еселене түседі. Қою өтіп демделген түймедақ шайы артроз, буын ауруларына ауырсыну кезінде басады. Сонымен қатар ол безеуді емдеудің бірден-бір жолы. Түймедақ шайынан жасалған компресс есек жем кезінде ісіну мен қышуды жояды. Ал онымен ауызды шайса, ауыз қуысы ауруларының алдын алып, тамақ ауруы болса, қабынуын азайтады. Ұйықтар алдында ромашка шайын ішудің осыншалықты пайдасын білдіңіз бе? Арнамызда шығатын өзге де видеоларға назар сала кетіңіздер. Бәлкім бір пайдаңызға жарап қалар. Денсаулығыңыз мықты болсын.